Қазақстан түркі тілдес мемлекеттердің орталығы, алтын қазығы болатын күн алыс емес. Егер халқымыздың басынан өткен нәубеттер болмағанда, біздер қазір 20 миллионға жетер-жетпес емес. Кем дегенде 60 миллион халқы бар держава болар едік. Дегенмен, қазағым осы қалпында да түркі халықтарының арасында үлкен беделге ие. Бұл алдымен жаратқанның бізге берген сыйының арқасында. Сосын бабаларымыздың бізге қалдырған мұрасы, кіршіксіз таза репутациямыздың арқасы. Репутация дегенді санаға салмақ салып, тереңірек түсінуге тырысыңызшы. Бұл жерде менің меңзеп отырғаным бабаларымыздың 18 мың ғаламға жіберген приветі. Сол приветтің арқасында жаратқан алдында жүзіміз жарқын, арымыз таза, ғаламға борышты емеспіз. Ұрпағына тап-таза генетикалық код қалдырған ата-бабамыздың аруағына мың тағзым. Басқа ұлт алдында бетімізге шіркеу боларлықтай өрескел іс қылмадық. Су ішкен құдығымызға түкірмедік. Жарым жолда досымызды сатпадық. Тәңірінің тура жолынан таймадық. Жолымыз сара болмаса да, ниетіміз қара болған жоқ. Бауырлас түркі халықтарының дәл қазіргі ой санасы қазағымның киіз үйіне басын иіп кіруге әзір. Ғалам біздің оянуымызды ғана күтіп тұр. Әу демейтін қазақ жоқ. Жаратушының бізге берген сыйы мың сан қырлы өнер тұғын. Шырқалған әндеріне басқа халықтар дауыс қосып айтып жүретіндей деңгейге жеттік. Париждің төрінде дүйім елді аузына қаратқан Әміренің әні қазіргі таңда Димаштың сан тарапқа жайылған үніне ұласты. Оған қосыла қазақ тілінде ән айтып жүрген ұлты да, діні де, тілі де бөлек жандарға қараңдаршы. Елітіп отыр бізге. Ақыры түнекті жарып шықтық. Ал түркі тілдес халықтардың ықыласы бір төбе. Димашымызға әлемде тең келер әнші бар ма? Кристал. Қазақтың даңқын асырушы ерен ер дер едім. Соғысып, жаға жартысып емес. Өнерімізге құмар қылумен атымыз шығуда. Мұны барша түркі халықтары көріп, біліп отыр. Күллі түркі дүниесінің лидеріне айналатын күніміз алыс емес. Қазағымның желкілдеген бәйшешектей жастары өте дарынды. 18 мың ғалам олардың санасына өз нұрын құйып жатыр. Әлі де ашыла түседі олар. Біздің биологиялық, мәдени, саяси экспансиямыз басталды. Жай басталған жоқ, үлкен қарқынмен басталды. Енді осылай жалғаса бермек. Хақтың нұры санамызға сыбызғылап еніп, қазақ аспанын көмкерген қорғаушы, бағыттаушы сәуле әр қазақты тербетіп оятуда. Біздің тілеуімізді тілейтін ұлттар бар, білесіңдер ме? Олардың тілек ниеттері де үстімізге нұр боп құйылуда. Уақыт көрсете жатар. Қолтығымызға тығылып, бізді пана тұтатын ұлттар болады. Бұл да қазағымның шексіздікке шығуына сеп болар. Қара судың да сұрауы бар. Бауырлас елдерге сүйеніш боламыз. Олардың өздері осыны қалап отыр. Әзірге бейсаналы күйде ғана, бірақ қазақтың рухы биіктеген сайын, оның бір бөлшегі болуға ұмтылатын жанды жансыз материяда көбейе бермек. Біз аға, олар іні. Қазақстан ұлы тұранның алтын бесігі, түркі дүниесінің орталығы болады. Ділі мен тілін жоғалту алдында тұрған бауырлас ұсақ ұлттардың иелері рухани байланысқа түскілері келіп, жан таласуларының сыры осында. Иттің есі болса, бөрінің тәңірісі бар. Ресей құрамындағы түркі халықтары барынан айырылып жатыр. Сілкінбесе ұлт ретінде құрып кететін күнде алыс емес. Егер ұлттық болмыстарын жандандырмаса, тарих сахнасынан мәңгі өшет. Оларға ұлт ретінде сақталып қалуға жәрдемдесу қазақ ұлтының миссиясы. Тәңіршілдігін, салтын, ғұрпын,
жырын, аспаптарын, өнерін, шежіресін, ою-өрнегін, тілін сақтауға жан таласып жатқан бірден бір ұлт қазақ елі. Жаратқан иеміздің қалауы да сол. Айтыс, түйдек-түйдек жырды лақылдата ақтаратын санасы биік халықпыз. Бұл біздің ғарышпен тығыз байланыста екеніміздің дәлелі. Дамуымыз, өркендеуіміз, өткеніміз бен өріле қатар жүруі керек. 15-18 ғасырларда Европа корольдіктерінде ағасы қарындасын әйел қылып, қандары шатысып жатқанда, бұл мәселені қазағым бірнеше ғасырлар бұрын-ақ жеті атадан қыз алыспау тәмсілімен дәлелдеп кеткен. Шүкір, сол жолдан ауытқыған жоқпыз. Қураған сүйекке қып-қызыл қан тамызу, мұны өздерің таратып ойлаңдар. Біз біріктірушіміз, оспіз, жинақтаушымыз. Бабаларымыз табиғатты өте терең түсінген. Ойларға қараңызшы, не көрдіңіз? Құс қанатын ба, шөп сабағын ба, арқар мүйізін бе, тарпаң тұяғын ба? Күй тыңдаңызшы, су сылдыры, шөп сыбдыры, найзағай үні, ат шабысы, бөрі ырылы, құс сұңқылы естіле ме? Жыр, термелер айтып көріңізші, дауыстап айтыңыз. Арқаңыз қоза ма? Бойыңызды күш буа ма? Буырқанып таситындай боласыз ба? Бұл бабалар рухы. Ұйқымазайды дейсіңдер. Сізге түрлі белгі беріп, оята алмаған рухтар ғой ұйқыдан қысып жүрген. Ояныңдаршы, өтінемін.